Ата, Ата, я я, тебя Вида, люблю. Люблю. Hoş geldiniz ortamızға. Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданын білесіздер ғой, Оралдың Жаңақала ауданы. Соның Қызылова деген ауылы, бұрын Красногор кезінде, КСРО кезінде Красногорский кон завод деп үлкен атақты Ушум породасы, ол енді тарихта бар сапқыз. Сол да туып өстім, кіндік тамды, сол жерден тумасымын. Қазір енді осы 10 жылдан асып кетті, Оралда тұрамын. Аудандық Ескендір ағамыздың атамекен байқауы, сосын далада арындар, ауданның бірінші орын аламын, бас жүлде аламын, Оралға дейді саған. Ал Қайратжан деп звондайды, ол уақытта телефон жоқ қой. Ой, қандай үмітпен келесің. Маған айтады, 25 күні Қайрат кел дейді. 25 күні дайындалып жүресің ғой, жаз айында болады, ал кісі осы заказға бармай ештеңе келесің. Культураға кіріп келгенде, мә Қайратжан 20 күн өтіп кетті ғой дейді, су шашып жібергендей болады ғой. Содан тағы ойбай даладарым болайын деп жатыр, ауылдан енді баяғы жетектеп, ауылдың әншісі деп алып барады. Болу керек емес, енді ондан да барып, мәз болып қайтасың, Оралға барайын деп жатырмын, тағы облысқа деп. Сол жаңағы, ой, 7-сі күні келмейсің бе деп біреу су шашып жібереді, 12-сі күні болды. Содан 2002-де конкретно бардым, апа дедім, мен болдым дедім, шаршадым дедім. Бірақ апа, түбі бір жерде тесіп шығам дедім. Тойымда жүре берейін, сөйтші Қайратжан сен, тойыңда жүре берші деді. Енді болды, ол тек қана Жаңақала емес, енді қазір бүкіл Қазақстан танитын болады сізді. Бұл енді Аллаға шүкір, арман болды бала күннен, осы Алматыда бір үлкен сахнада ән салсам деген, сол арманым орындалды. Мен енді бала күніммен өлі айтып дедім, көптеген армандар болды. Мен мектепте айттым, сол училищеде оқыдым. Училищеде айттым, армияда Чукоткада служить еттім. КСРО Союз кезінде. Сол кезде Чукоткада Дом офицерде 1991 жылы 23 февралда концерт болатын болды, Дом офицерде. Сосын маған командир айтты, өлі айтасың, мен бір Роза апамызға қарап өстік, Мақпал апамыз, мен мына сол бір 15 жастан кейін гитарда мына Нұрлан Өнербаев ағамызға көп нететін едім. Сол кісілерде махаббатым оянды, өнерге деген. Сосын гитармен жапырағын жайған бәйтерек, сосын ана Марат Омаровтың шет жүрсем сағынап, 2 ән орындадым, 28 адамның арасынан гран-приз бас жүлде ұттым. Сосын советский, содан бір ай болған жоқ, рядовой Сәрсенғалиев деді, я деген выйти строй деді, шықтым командир. Сол советский Чукотка деген газетке шықтым. Мен Жаңқалада 87-тен 90-ға дейін училищеде оқыдым. Ол уақытта мына Мейрамбек Беспаевтың мына Жаңқалада менің атымды көп атамайтын еді. Бозторғай дейтін еді бәрі, Бозторғай дейтін. Облысқа дейін келіп жүрдім. Бірақ мен енді екі жаққа бірдей болдым. Өнерге де, спортқа да. Өзім тренерім Марат ағайым болды. Бізде гитара бар, Қайрат мырза. Абдулазиз, гитараны әкеп беру ғой шағаңа. Спорттың қай түрі? Еркін күрес. Көрініп тұр ғой. Ана шаш үлгіде спортшының шаш үлгісі. Үйлес алсам дауысыма келсе. Енді байқау емес бұл. Кәдімгі үйде дастарханның басында отырып ән шырқап. Шақырған жайғаным бәйтерек, терек тартқан тамырым. Қосылыңыздар. Сезбедің әке ертерек, жанымдан ыстық жалыны. Сезбедің әке ертерек, жанымдан ыстық жалыны. Жылдан кейін айттым мына өлеңді. Тарихи сәттесіңізші, Дұрыс, керемет. Бер әкеш, жеңіс ағаңа берші.
ой жеңсаға кадіріне жетіп бір гүл қылсаңызшы бір өзіңіздің бір жоқ шын бізге сіздің драйвыңыз жетпей отыр энергияңыз. Өткен кеткен еске түсіріп жаңағы айтып жатсың ғой, дұрыс. Өнерлі адам өнерді әрі қарай қумаса да, бірақ өзінің өнерімен ортада гүлдендіріп, содан кейін мен ойлаймын кейбір кезде мәдени не береді деп, күш береді еще адамға да, рухани күш береді негізі. Осы біздің мәдениет министрлігінің кезінде рухани қазына деген жобасы болған. Сол жерде мен бір 2-3 жылда не қылып жаңағы соны басқарып, и сол кезде Зайсан ауданынан ба мына Өскемен жақтан бір келіншек келді. Сөйтсем ауылда клуб жоқ, бірақ ана сельский не болады ғой, акимат, кәдімгі ауылдық акимат, соның ішіндегі адамдарды жинайтын жаңағы бір орын болады ғой енді. Актовый зал? Актовый зал. Сол клуб екен. Бөлме ғой кәдімгі? Жоқ, сол акиматтың ішіндегі актив зал. Актовый зал. Соны жаңағы актовый залда енді күнде адам жинала бермейді ғой. Сол жерге ауылдың балдарын шақырып, өзі үйретіп, содан кейін өзі еще полды жуып, жалғыз өзі жұмыс істейді екен. Сол ауылдың балдарын жинап, кәдімгідей хор ұйымдастырып, сөйтіп жүрген адамға мен кезінде жаңағы миллион теңге деймін, сондай несі бар тұғын, жаңағы ақшасы бар тұғын, сол рухани қазынан. Сол кісіне бердім. Содан кейін жаңағы бергенде енді бәріміз не қылдық қой жаңағы. Табыстадыңыздар ғой. Табыстадық. Сол кісінің ана өмірге деген құштарлығы, жалпы вообще өнерге деген құштарлығы сол мені қатты не қылды да, жаңа толғандырды. Соны мен айтайын деп отқаным, ешқашанда шаршама деп отқаным ғой. Шаршамаңдар, ауыл